Тойчубаевті таныстырып өтті. Біз бұға чейін толық бойдан малыматтарды да қайты өтті. Кеме меттешті көру ғана кезеге. Бахадыр Рустамов. Бүгінгі күндегі 16-шы беттеш екендігін айта кетеміз. Қызықты тірештерден бері Бақтияр Тойчубаев өзінің стилінде баштауды. Қолды биік көтеріп, атаңдашты жалғындап, дистанцияны жақын қармап жатқанын көрудөз. Атаңдаштың-дағы соққылар өте ор болып қалысы шықтымал, шоны танымап. Ойлашы керек. Тойчубаев. Жақшы. Қарсылаш біраз қиыншыдан жатқандай жиынтыққа. Бақтияр Тойчубаев бұға чейін өзіңіздер білгендей Қазақстанға дағы барып Алаш Прайд менен нашол жаш күч жоқ қалбетті Алаш Прайд жана қырғыз ұйымдарының бірі өткөргөн. Мелдеште егілікті олып келген. Жеңішке жетші алған. Андықтан бұл жол құсындағы даярдығындағы біз көруге мүмкіншілік алудамыз. Ең башқысы албетте жиынтыққа іштеу керек. Жақшы апперкот соққысыменен жоқ тұруға әрекетін жасап көрді. Тойчубаев атандаш бір төлі жалтанып жетенчіктеп біраз қорқып ұшташ жатқандай. Ошондуктан улам бұл беттеште жеңүү біраз жеңілірек та болушу мүмкін. Жоқ, ең башкасы мындай беттеш жүргүзүп жаткан атаандашка алданып та калбаш керек. Кокусунан багытталган соккуда тийип калышы мүмкүн. Жакшы, тизени кошууда. Бахадыр Рустамов. Бұл жеңішімде бүткіл қырғыз еліме арнайым. Ушул жерде ушул өткөрүп аткан организаторларга рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Бұл жерде бизди колдоп, спортсмендерди ардайым колдоп келген биздин агабыз Алишер Козиев агабызга рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат ага, сизге терең, Алла ыраазы болсун. Анан дагы да терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен даярданган Гермес профи клубуна рахмат. Александр Воинов тренерибизге Алла ыраазы болсун. Канчалаган спортсмендерге жардам берип, канчалаган спортсмендерди өстүрүп атат. Агайыбызга терең ыраазычылыкты билдирем. Анан эле, конечно, өзүмдүн свайы агайыма Айбек Мусаев тренериме тоже рахмат. Алла разы болсун.